Шеш, ана форманы, итемесін дертсіңдер. Мұғалімдердің өзін қылмысқа итермелеп, заңсыз бюллетень тастатқызып отыр. Дәрігерлердің өздерін заңсыз қылып, бәрін тобыр қылып, Нұр Отан қылып, сайлау бола ма, соған пайдаланады мысалға. Бәрімізге бізге азаттық керек. Біз тәуелсіздік алғанмен әр қайсымыз азаттық аламадық. Мына адамдардың 3-ші баптағы құқықтары қорғалып жатқан жоқ. Не себеп? Билікке арын ашынғандар келіп алды. Шерхан Мұртаз айтады, арын ашынған қыран не аңдалады, не аңшының өзін алады дейді. Бұлар не халықтың байлығын алып болып, енді халықтың өзін алып отыр бұлар. Бәрімізге ойланайық та, бауырлар бар, қарындас бар, бәрімізде. Өкіметтер даже ботинки алып бермеген уаяқтан. Билік ego қаламайды. Олар бір әрі кетсе бір 2000 адам шығар, әулетімен ұрпағын қосқанда бір 2000 адам шығар. Біз 18 миллионбыз ғой, бүкіл халықпыз ғой, мына елде қалатын біз. Олар ертең ұшағымен алып кетеді. Ана 01-ші ұшақты әлі де Тоқаевқа берген жоқ. Жабысып алған, әлі өзі ұшып жүр сонымен. Соған отырады да кетіп қалатын азаматтар оның барлығы. Мына елде біз қаламыз. Сендер қаласында халықтың арасында. Сендер, осы халықтың арасында қалатын сендер. Балаларыңа гарантия жоқ, олар ертең дәп сендер сияқты қызмет алып, ертең олар пенсионкасы жүріп, олар 40 жасқа келген кезде. Бұларда пенсионка жоқ па? Қайдағы пенсионка бұларда? Алып қойды пенсионкасы. Өткенде Астанада тіпті өздеріңнің әріптестеріңіз шығып отыр да. Біз тура пенсиялық уақытқа жақындаған кезде бізді жұмыстан шығарып тастады. Біз ешкім болмай қалдық. Осы уақытқа шейін мемлекеттің керегі болып финполда мына үкімет біреуіңді де құтқармайды. Итере салады бұларды. Қазір мемлекетте ақша бітіп жатыр. Оны бірақ қолдан жасап бітіріп жатыр. Бірақ халықты сығып жатыр да. Өздерің сияқты негізі шынымен. Жаңа бағана айтып кетті. Өнеркәсіп тапқан бізде Мұхтар Жәкішев бар. 92 жылы ғалым атағын алған. Бізде бір-ақ адамға жұлдыз берілген түгін Қаныш Сәтбаевқа осы бүкіл байлықны, алтының бәрін картаға сызып берген бай біздің мықты геодезиямыз, біз осы жердің бәрін жетік меңгерген адамымызда. Дәп қазір түрмеде 10,5 жыл бойы жатқан азаматқа жұлдыздың аты берді. Біз қуанамыз ба? Бүкіл әлем жұлдыздың атын беріп, бүкіл әлем Мұхтар Жәкішевке жұлдыздың атын беріп отыр. Түрмемізде екінші топтағы мүгедек болып жатыр. Ол түрмеге жатар кезде мүгедек емес еді ана Мұхтар Жәкішев. Біздің ел қазір қандай жағдаймен ақша тауып отыр экономикаға? Осы металдардың арқасы, мұнайдың арқасы, атомның арқасында. Дәп соны әлемдік рынокқа, әлемдік базарға шығарып берген бірден бір азамат Мұхтар Жәкішев түгін. Біздің елімізге ол түрмеде жатса да әлі күнге шейін экономикамызға ақшаны алып келіп беріп отыр да. Провоцировать барыңдаршы. Барлығымыз елге қорған болатын әр азамат біз. Сендер форма киген батыр болсаңдар, біз формасыз батырмыз мұнда. Қазақтың мүддесі бір қиын жағдайға түсіп қала ма, жетіп барамыз біз. Өйткені малымыз, жанымыздың садағасы, жанымыз арымыздың садағасы. Ар қымбат бізге, намыс қымбат бізге. Намыс тапталды деген сөз, елің тапталды. 30 жыл болып тіліміз әлі өзінің мәртебесін аламай жүр. Назарбаев тағалдайды 2010-да мемлекеттік тіл барлық жерде ішке қосады дейді. 2010 келеді, біз әлі дайын емес екенбіз, 2020 қойды. Қазір не қылып латын әрпін қостылар? Олар тағы да кейінге шегілді. Қытайдың әрпін қосты, Қытайдың. Енді Қытайдың тілін қосты. 2020 келе ма, біз дайын емеспіз, латыншаға толық қосып алайық дейді мысалы. Бұлар елді ойлап жатқан жоқ. Бізде Қазақстанда бір-ақ қала бар екен. Өте ризамын Қызылорданың басшыларына. Мемлекеттік тіл барлық жер, ауруханаға бар, әскери бөлімге бар, барлық жер мемлекеттік тіл Қызылорда ғана. Ұят емес пе, қанша өңірдеріміз. Және де бізде анау ғасыр бұрын өліп қалған орыстың аты әлі тұр біздің қаламыз бұл. Павлодар тұр мысалға, Петропавл тұр. Біз тірі жүрген миллиондаған жоңғарларды жермен жексен етіп қой, өліп қалған екі орысты аламаймыз ба мысалға? Ал біз халық бас көтеріп шығамыз, сендер басып тастайсыңдар, жол бермейсіңдер оған. Біздің мүддеміз ғой ол. Қазақтың даласында әрбір жер қазақтың атауымен аталу керек. Көшеге ақша кетеді деп кейбіреулер шулап жатыр ғой. Кетсе кетсін, бірақ міндетті түрде қазақша аталу керек. Бұл елдің қожайыны біз ғой. Мына ағайын, біз қандаймыз, басшы сондай. Үйде диванда төңкеріс жасаймын деген нәрсенің барлығы далбаса. Алаңға шығыңдар. Мен сіздерді бүлікке шақырып атқан жоқпын. 3-ші бап мемлекеттің бастау қайнар көзі бірден бір ол халық. 32-ші бап біз ешқандай қарусыз бейбіт жиын жасай аламыз. Ол біздің заңмен көрсетілген. Сон бәрін ескеріңіздер. Біз емін-еркін осылай ақпарат түсіріп, емін-еркін тарата аламыз. Ол да біздің құқығымыз. Ұлт көсемі болған Әлихан Бөкейхан айтады. Жылау, сықтау, ол артта қалған уақыт, артта қалған салт дейді. Бүгінгі уақыт өз құқығың, өз мүддең үшін күресу дейді. Яғни біз қазір екі қастер мен мұрагер. Ол қастер мен мұрагер азамат, қазақ ұлты. Яғни біз қазақтың мүддесі үшін келдік. Әр адам мүдде үшін, құқық үшін күресейік болды. Жетер 30 жыл ұйықтағанымыз. Бас көтеру керек. Молодец. Ояң қазақ көтеріп басты. Өткізбе қараңғыда бекер жасты.
Қолдарын көтеріңдер, қолдарын көтеріңдер, оян қазақ, көтерсеңдер. Халықпен біргесіңдер ғой, көтеріңдер қолдарыңды. Қабылдамайды да. Ертең осы жердің бәрін Қытай алатын болса, Мысалы, сендер мына партияға билік жарамайсыңдар. билік Біздің ауысса, арамызда жүресіңдер сендер. Балаң қайда барады? Жалғыз сендер емес, мынан қара, мына әлеуметтік желінің ішінде мына Бред Пит деген мындай шакалдарды қойып тастаған әлеуметтік желінің ішінде. Титушкаларда дата көзде мына Бред Пит дегені бар, тағы да бір анау, көп сондай. Сағатына 2000 теңге алады. Қайдағы сағат 2000 теңге? Күні. Жо, олар сағат қалады. Титушкаларда барлығымыз білеміз. сатқындар, мына Бред Пит сияқты сатқындар. Тағы да мына қазір осы сатқындар көп сондай иттер бар ғой. Иттің балдары олар. Сол ғой. Ақша үшін жүрген. Бред Пит, сен итсің, сатқынсың. Андай арандатушы титушкалар қойып тастаған ғой ішіне ше. Олар ойламайды ғой. О, фейк аккаунт олар, фейк аккаунт. Өзіміздің нелер, осы қазақтар осылар, бәрін танимын оларды. Сол айтам ғой. Балаларың сонда Қытайдың атын Жоқ, бәлкім мен құдам күйеуге болады. шығып жататын болса, анау не болады? Кейін құдам болатын шығар бұлар. Өз қазағымыз ғой бәрі қарға. Қан, Руслан, кел, өзің айтшы қан. Бірісін айтып берші. Айтшы бір, әдемілеп. Әдемілеп. Астер мен мұрагерге бостандық бәрібір бүгін. В любом случае алып шығамыз біз оларды. Біз тарқамаймыз осы жерден ағайын. Ар жағыңыздан істеп поддержка беріп отырсыздар енді, көріп отырмыз. Қазақстан, жиналыңыздар Зайсанға, келіңіздер. Біз кетпейміз. 2 күн болсын, 3 күн болсын, біз бәрібір алып шығамыз ол 2 баланы. Өскеменге жиналамыз крайым случай. Өскеменге алып барады ғой да? Жоқ, ол егер мына Қазақстан любой жеріне беріп жиналамыз. облысқа болған жағдайда ғана алып барады. Карна аймақтық, осы аймақта болған соң осында болады. Мына интернетте отыр ғой қазір, қанша мыңдап адам көріп отыр да. Айтады, әрекет түбі берекет. Не нәрседе әрекет жасау керек. Диванда отырып, асхананың саясаткер болудың қажеті жоқ. Ертең болса жігіттердің біреумізге бір әсе болып қалса, жамандайтын да сіздер ғой, анда отырып ап бар ғой, арандатып. Әрекет болған кезде берекет болады. Көттеріңді көтеріңіздер, қатарға қосылыңыздаршы болды. Бір өңірде мысалға бір 20 адам болады, бір-бірін таниды, бәрі 20-сында интернет отырып алады да, бір комментар жазады да, 20-ның бірікте бір 2 адам жіберсеші мұнда. Кезінде бабалар айлап жүрген осы жерде, атпен бар ғой, апталап, жаялап жүрген. Бүгін заман дамыды, техника бар, ұшақ бар, жүргек пойыз, отарба бар пойыз. Соны пайдаланбаймыз ба техниканы? Тек бір телефонға кіріп ап, бір 17 ғасырдағы батырларды айтамыз. Менің өзім дәп қолбасшының 14-ші ұрпағыммен. Мен бұрынғы батыр бабаларымды айтып атқан жоқпын. Бүгін мен өзім батыр болу керекпін. Қазір өйткені сын бізге, біз сынның міндетін орындап жатырмыз. Ертең бізден ұрпақ қалады, 23-ші, 24-ші ғасырлар бар алда. Қазақ ақырғы заманға шейін өмір сүретін боламыз. Сол кезде қазақтар бізбен мақтанышы деп жүрміз. Біз құрбан болып кетейік. Мемлекеттік тілді қазақ тілі қылып кетейік осы жерде. Елдің қожайыны халық қылып кетейік. Билік халық болу керек. Қазақ айтады ғой, ел аузы дұбалы дейді. Халық әрқашанда дұбалы, би шешендер міне ілініп тұрған. Бәрі халықтың арасынан шыққан. Халықтан биік ешкім жоқ. Тіпті ана ел басқарған, халықтың құрметін алған Дінмұхамед Қонаевтың өзі айтады ғой, бұлттан биік болсам да халықтан биік бола алмаймын мен дейді. Ешкім биік бола алмайды. Бізді ана Назарбаевтың өзі момында сенгіш халқым бар дейді. Дәп соны пайдаланып отыр ағайын. Әрекет қылыңдар. Біздің аурумыз, дертіміз белгілі. Ауруын жасырғандар өліп қалады. Біздің аурумыз белгілі. Біздің ол немқұрайлығымыз, біздің бір-бірімізге жан ашымайтындығымыз. Енді осындай ауру белгілі болып тұрған кезде сол аурудың емін тауып бойларындағы атағандарың бар ғой енді әлі үшін тарап келе жатқан. Сәл ғана бір рух танытыңыздаршы, намыс танытып бір әрекетке шығыңдаршы. Қазір біз тайғала болсын осындай шапқылап жүрген осы шығынға батып, ол жарайды, мал жанның садағасы ғой. Бір неге 40 адам ғанаққа керек болса біздің елдің осы әділдік, шындық 40 адамға керек па? Барлығымызға керек қой, қатарға қосылыңыздар. Мұхтар Әуезов айтады, әділдік тілесе атамның да айыбын айтам дейді. Бізге бәрібір Назарбаев па, ана министрлар ма, шындық па? Шындық біреу-ақ болды. Ол айтылу керек, орындалу керек. Айтпасаң сөз атасы өледі дейді. Басты кетсе де тілді кесе алмайды олар мысалға. Біз мұнда не үшін келдік? Тоқаев пен Назарбаев. Қазақ айтады, Майқы би айтады, би 2 болса дау 4 болады дейді. Бізде 2 басшы отырда дауымыз 4 болып отыр. Мен ойлаушым бір бастан 2 бас жақсы деп. Олай болмай тұр ғой бұлар. Екпаштардың бір қазанға симай тұр. Білмейм, олар бас па өздері? Бас емес олар. Құрм ойнау шамасы. Олар бас емес, олар асқабақпа бірден. Мына халық пустой, короче. Дәп сол біздің биліктің азаматтары атқар қызметтерін атқармаған соң біз осында келіп отырмыз. Егер біздің басшымыз әділ болып,
сырттан келген қандасымыз ғой, біз бәрін реттеп, заңдастырып, сот болса болсын, бірақ соттың шешімімен елге алып қалайық деп сондай үн қатса жоғарыдан отырып, біз келмеушек, билігімізге сенушек. Біз қаршыны керек, билікке сенбейміз. Тоқаевтың өзі заңсыз келіп отырып алды. Ол 2011 жылдан бастап Женевада, мысалға, Біріккен Ұлттар Ұйымының хатшысы болып қызмет атқарған. Бізде заң бар. Кез келген президенттікке үміткер адам 15 жыл бойы Қазақстанда тұру керек. 2011-де ол кетті, 2013-те қайтып келді. 2013-тен бастап 15 жыл өтті ме ағайын? Өткен жоқ. Бұлар билікті күшпен жаулап алушылар, жоғарыда отырғандар. Біздің ол өзіміздің де кінәміз бар ағайын. Егер сен әділдікті талап етпесең, әділетсіздік орнайды. Әділетсіздіктің орнауы ол әділеттілік. Өйткені сен әділеттілікті өзің талап етпедің ғой. Оны Платон айтады 7-ші ғасырда. Ояну керек, әділеттілік талап ету керек. Мың намыссыз құлдығыра құлаған, қымбатмаған, қасқайып кеп шындықты айтқан бір адам Мұхтар Шаханов айтады. Ол кісіні бәрібір жамандаймыз, бірақ күш кетті, қайрат кетті. Ол кісінің 86-тағы ерліктеріне үлкен алғыс айтып, ол кісінде жайына қалдырайық. Бүгінгі жастар сендер шығыңдар, оқып атсыңдар, оқыған білімдеріңе сай қызмет бар ма? Мысалы, біреулер тіпті машина шығаратын оқуда оқып атсыңдар. Біздің елі машина шығара ма? Не оқып атсыңдар сендер? Не істейсіңдер? Мен өзім оқу бітірдім, жақсы оқыдым. Жұмысқа кіру үшін $500 сұрайды. 2014-те бітірдім мен оқудан. Мен не істеймін? $500 беріп, арымды былғайын ба? Мен жемқор болайын ба? Жемқорлық билікке қызмет атқарам ба? Жемқорға $500 беріп. Әрине мен бас тарттым, Алматыға кеттім. Ел ағалармен араласайын. Осы қоғам белсенділерімен араласайын, оппозиция мүшелерімен араласайын деп осы жолға түсіп отырмын. Қатарымыз көбейсін, қосылыңдар жастар. Жас қырандар ұмтылсын дейді. Мағжан сенген жастар біз болайық. Осы 21 ғасырдың жастары болсын. Бой көтерейік. Мына Алашты ешкімнің қорлығына бермейік. Ғасыр бұрын біз мықты елге айналуға мүмкіндік еді. Өкінішке орай большевигім бар, ақ қызыл деп аяқтан тартып ел бола алмай қалдық. Бүгінгі күннің өзінде отырып ап белсенділерді жамандап атсыздар көп ағайын. Анау неге өйтті, анау неге қамалмады. Қамамаудың да себебі болады ағайын. Біздің абырой көтерілмесін, халықтың ықыласына бөленбесін деп билік әдейіге қамамайтын жағдайға жетті қазір. Өйткені бір белсендіні билік қамамай қолса, ол халықтан сенімнен айырады. Наны қамаған жоқ, демек бұл биліктің адамы деп. Оның бәрін билік жасап отыр. Сіздер ақыры отырсыздар. Бір саралаушы болсаңыздар, саясатты бақылап отырсыздар. Оғып түсініңіздер бұның барлығын. Ақыры сонымен айналысып атсыздар. Сіздермен әлі жиркенішті саясат сіздермен айналысып отыр. Сіз қашан түсініп, алаңға шықпайынша, тағы да айтам, әрекет қанақ берекет береді. Әрекет жасау керек. Қатарға қосылыңыздар. Ақтау халқын айтам, өткенде 16-сына қарсы бүкіл шудың бәрін пайдаланып, Жамбыл батырымызды қамап тастады, Жамбыл көпесін ұлыны. Соған Жамбылға араша болайық. Дәп Жамбылға біз барамыз бұйыртса. Ақтау халқы, Ерлан Елшібай, мысалға 5 жылға абақтыға кетіп қалды, мысалы. Бұзақылық дейді. Ол осынан бір қателеспесем 2013 жылы болған жағдай, Енді ұлы сөздің ұят жоқ, қатып қалған боқты жібітіп жатыр ғой, мысалға. Ертеде боқ қойған оқиғаны жібітіп, үстінен іс қозғап, батырымызды 5 жылға қамап тастады, мысалға. Мысалға, демократиялық елде осылай саяси адамдар қудаланбау керек, қамалмау керек. Демократиялық, нағыз демократиялық елде халық өз ойын айту керек. Ал билік, қазақ айтады, сын түзелмей, мін түзелмейді дейді. Сол айтылған сынды атқарып, оны жетілдіріп, арнайы комиссия құрып, сол шешімді халықтың мүддесіне қарай шешіп беру керек, мысалы. Бізде ақымақ билік отыр, халық түсініңіздер. Біз ақылды болайықшы. Басшымыз ертең ақылды болып шыға келеді. Қазірна Тоқаев Алиханның сөзін айтып отыр. Абайдың 175 жыл, мен өзі Семейдің азаматымын. Бізге 3 миллиардқа той тойлаған керек емес бізге. Қазақ Семейдің жері, даналардың жері, қанша батырларды, ханның атағын алған батырдың жері, Қабанбайдың жері. Қазақтың бас ақыны кім десең Абай дейді. Тойлансын, белгілі шеңберде, бірақ бізге облыстық деңгей керек. Семей құлдырап баратыр. Заводтар, қанша заводтар тұр? Кезіндер кеңес үкіметін 80%-ын қамтамасыз еткен кож заводың, ет заводың барлығы қаңырап тұр қазір. Соның барлығын іске қоссын, халыққа жұмыс берсін. Семейде неге бұзақылық көп, неге көмірге таласып, неге біз өзіміздің мастер спортшымыздан айырылып қаламыз? Бәріміз білеміз ғой, 2018-де, басына ломмен ұрып болып қалды. Қандай жағдайда халық қарсылықтан ашуға бұлығады. Ашуға бұлыққан халық ол өз-өзіне есеп бере алмай қалады. Сөйтіп біз батырымыздан айырылып қалдық. Егер халықтың әлеуметтік жағдай жоғары болса, әр өңірдің өз жұмысы болатын болса, халық дамиды. Біз керісінше сырттарға саяхатқа шығып, өз мәдениетімізді сырт жаққа көрсетіп, керек дүниені өзімізге алатын боламыз. Барлық нәрсе қазіргі жағдайда ішкі біздің рухани таяздығымыз бен тұрмыстық жағдайымызға келіп тіреп тұр.
мысалға Абайдың өзі айтады, мысалға ұрпағыма байлық берме дейді де, одан да білім бер дейді, сол байлықты өзі кейін өзі оқып игеріп алу үшін. Әр адам білім сіңіріңіздер, оқыңыздар. Абайдың жылы екен биыл. Абайды оқып біліңіздерші, қазақ боласыздар барлықтарыңыз. Біріңді қазақ, біріңді дос дейді, көрмесеңіздің бәрі бос дейді. Және Абайдың өзі айтады, адамның ең жаманы талапсыз адам дейді. Яғни талап қоя білмеген адам, өмірге көзқарасы жоқ, бір тобыр адамдарды айтады талапсыз деп. Талапты болайық барлығымыз. Күш бірлікте қашанда біз жеңеміз. Мына елдің билігі бізбіз. Әділеттілікті біз орнатамыз. Барлығы бізге мәлім. Жоқ, рахмет. Жоқ, көпшілік кетті мағайын. Жоқ, дұрыс. Молодец. Бағдат бауырым, кеші Бағдат бауырым. Осы Бағдат нағыз батыр біз.